Айналма қой емделеді ма? Қалай ойлайсыздар? Комментарий жазып отырыңыздар. Негізі айналма дегеніміз орыстар оны вертячка деп айтады. Негізі профессиональный аурудың түрі циноз. Ол қойдың миына құрт түскенде айтады. Бұл құрт көбінесе иттердің боқтарында болады. Яғни қой малы жайылымда сол құртты өзіне жұқтырады. Ол мұрын арқылы кіріп миға түседі де айналма ауруына әкеліп соқтырады. Мықты ветеринарлық дәрігерлер құртты операциямен алып тастап жатады. Басқалай емдеудің түрі жоқ. Егер оны операциямен алмайтын болса, мал жақын арада өлетін болады. Себебі құрт миды зақымдап, басында айналып жүреді, содан кейін бүкіл нервісіне, жүйесіне зақым тиіп, ол жүре алмай құлап қалады да жатып қалады. Қойды айналма ауруына сақтау үшін оны креолин қосылған бассейнге шомылдырады, яғни қойды басымен батыру керек. Сонымен қоса қойдың қораларын обработка жасау керек. Гербицид сияқты химикаттар қолданылады. Мұндай химикаттар қорадағы құрттармен қоса әртүрлі аурулардың бактерияларын жояды. Қораның обработкасы қойды кіргізер алдында 1 ай бұрын жасалады. Себебі ана гербицид сияқты химикаттар өте улы болып саналады.